Көкөністер ағзаға ауадай қажет көмір, су, ақуыз секілді көптеген пайдалы дәрумендерден тұрады. Дегенмен оны көрінген жерден ала беру кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан көкөніс таңдауға бейжай қарамаған абзал. Қызанақты таңдаған кезде ең біріншіден жасыл бөлігінің болғанын, екіншіден олардың қабығының қалыңдығына көңіл бөлу керек. Қалың болған сайын оның ішінде мысалы пестицидтер көп деген сөз. Сондықтан жұқа болған сайын ол табиғи деген өнімді көрсетеді. Сондықтан қабығы жұқа түрлерін алу керек. Және де оны ыстыған кезде ол тығыздығы орташа болу керек. Пестицид дегенді қарапайым тілде қалай айтсақ болады? Пестицидтер дегеніміз мысалы көкөністер мен жеміс-жидектердің сақталу мерзімін арттырады, және де түрлі мысалы құрттаудан, басқа да аурулардан сақтап тұрады. Қиярды қарасақ, бұлда да біз ең біріншіден оның тығыздылығын қарауымыз керек, оның түріне қарауымыз керек, ешқандай да суланбаған болу керек, ешқай жері зақымдалмаған болу керек, және де оның қабығы жұқа болу керек. Осындай жасыл шөптерді таңдаған кезде ең бірінші оларды свежий, яғни жаңадан жонып алған сияқты түрде болу керек. Және бұрыштарды таңдаған кезде мына түрлерін алуға кеңес беремін. Идеалды түрде болатын болса, ол яғни пестицидтермен өңделген, түстері өте қанық болса, және де жасыл бөлігі өте үлкен болса, яғни оның ішінде пестицид өте көп деген сөз. Гастроэнтерологтардың айтуынша көкөністерді тұтынбас бұрын жарты қасық ас содасы, сірке суы және тұз қосылған 1 литр суық суға 10-15 минутқа салып қойған дұрыс дейді. Көк шөптерді жақсы көреміз ғой, салат жапырақтарын. Бұл жағдайда әр салат жапырақтарын жеке-жеке алып, бүйтіп краннан ағып жатқан судың астына жуып шаю керек. Жуып шайғаннан кейін оны бір ыдысқа жарты сағатқа салып қоясыз. 1 лимонды кесіп, 1 литр суға лимон қышқылмен су жасап, осы судың ішіне құтынайды салып қоюға болады. Бұл енді қауіпсіздеу. Көкөністерді тоңазытқышқа сақтап, керісінше полиэтилен пакеттерінде сақтауға болмайды. Арнайы ыдысқа салып қойыңыз. Сонымен қатар оларды тек тұтынар алдында ғана жуу керек.